Армысыздар ағайын. Бүгін біз хронологиялық қару жайлы әңгіме жүргіземіз. Хронологияның ауқымы өте кең тақырып. Соның бірден бір үлкен саласы ол жалпы тарих. Тарих дегеніміз ол өзі керемет қару білген адамға. Негізі тарих туралы әңгіме жүргізетін болсақ, онда сол тарихқа үңіліп, сол тарихтан болған оқиғалардан біраз мысал келтіру керек. Сонымен есімізге алайық, ежелгі грек заманында Ескендір Зұлғарнайн деген қолбасшы болған. Александр Македонский деп тағы да атаған сол кісіні. Сол кісі бүкіл Грецияны жаулап алды. Одан кейін Мысыр мемлекетін жаулап алды. Одан кейін Месопотамия, Сирия, бүгінгі Иран, Ирак, тіпті Индияға басып кірді. Міне осындай керемет тарихта қалған тұлға болған. Бірақ өте жастайынан қайтыс болып, сол лаңғайыр мемлекеті шашырап қалды. Сол Ескендір Зұлғарнайнның әріптесі Птоломей деген кісі Александрия деген қаланы негізін тұрғызады. Сол қалаға әкім болып келеді. Және сол қалада ол үлкен кітапхана жинайды. Өтіп бара жатқан саудагерлерге тапсырыс береді. Көрген жерлеріңнен көне кітаптардың бәрін алып келіңдер деп. Сөйтіп, біраз жылдардың ішінде Александрия мемлекетінің, Александрия қаласының ішінде үлкен ауқымды кітапхана ашады. Соның ішіне барлық кітаптарды жинайды. Бірақ тарихтан білеміз, Александриясы да, сол әлемге әйгілі атақты кітапханасы да оттың астында қалып бәрі өртенеді. Міне тарихтан бір мысал. Бірінші елден бар кітабын, тарихи барлық деректемелерді жинайды бір жерге. Сосын уақыт өте халықтың бәрі сол кітапханада барлық кітаптар бар деп үйреніп қалады. Бірнеше буын сөйтіп өседі. Осындай қалаға барсаң, сол жерде барлық керек кітаптарың бар деп. Сондай сеніммен кең көлемде қаншама адамдар өсіп, өніп, кәртейіп үлгереді. Содан кейін елдің бәрі сенді-ау деген кезде сол бүкіл кітаптардың бәрін өртеп жібереді. Келесі мысал. Өздеріңіз білесіздер, біздің тарихымызда Әмір Темір деген кісі болған. Өте атақты қолбасшы, талай мемлекеттерді жеңген, Осман империясын бір күйретіп салған, Алтын Орданың құлдырауына апарған, Сарайшық қаласын быт-шытын шығарып жоқ қылған. Міне сондай өте қуатты кісі айналасындағы жаулаған мемлекеттердің бәрінен кітап жинайды, ғылымдарды жинайды, ғалымдардың бәрін әкеледі. Соның арқасында Бұхара деген қаланың ішінде үлкен кітапхана болған. Сол жерге қаншама көне кітаптарды жинап қойған. Қаншама адамдар сол қалаға барып тәлім алған. Біздің түркі дүниеміздің көптеген кітаптары, жұмыстары, ғылыми зерттеулері сол кітапханада сақтаулы болған. Бірақ өздеріңіз тағы білесіздер, бүгінгі күні сол кітапхана жоқ, өртеніп кетті, барлық көне кітаптар жоғалды. Міне осылай тағы да қаншама уақыт бойы көптеген халықтардан кітап жинап, соның бәрін бір жерге жинап әкеліп, айналадағы халықтың бәрі енді үйреніп қалған кезде сол кітапханаға өздерінің балаларын, осы қалаға бар, сол жерде қаншама кітаптар бар, қаншама ақылды данышпан адамдар бар, білімді ғалымдар бар, солардан барып тәлім ал деп үйреніп қалған кезде соншама кең аймақта тұратын адамдардың бәрін осы білімсіз қалдырып, кітаптардың бәрін өртеп жіберді. Тағы да бір мысал. Өздеріңіз білесіздер, Наполеон деген кісі қолбасшы атақты Ресейге басып кіреді. Сонда ол кісі
Мәскеуде барып жаулап алады. Ал негізінде сол кездері Ресейдің астанасы Санкт-Петербургда болған. Сонда сұрақ тарихты білетін адамдарға: астанасы мына жақта. Мәскеуде не шатағы бар Наполеонның? Не үшін барды ол жерге? Егер тереңдетіп зерттеп қарасаңыз, сол Наполеонның шабуылынан бұрын, бірнеше жыл бұрын бүкіл Ресейге жар салған. Көне кітаптардың бәрін Мәскеуге апарыңдар. Біз соларды жаңартамыз, көшірме жасаймыз, жыртығына жамау саламыз, реттейміз, үлкен кітапханамыз болады деп, қолы жеткен жерлердің бәрінен барлық кітаптарды алады, көне кітаптарды алады. Солардың бәрін Мәскеуге әкеп жинайды. Сол жерде кәдімгідей үлкен жұмыстар жүргізіледі. Сол кітаптарды қайтадан жаңарту үшін, көшірмелерін жасау үшін. Сол бірнеше жыл өткеннен кейін Наполеон басып кіреді. Бүкіл Мәскеуді жаулап алам деген кезде орыстардың өздері өз қолдарымен сол бүкіл қаласын да ішіндегі жатқан қаншама кітаптармен бірге өртеп салады. Өйстіп кез келген мемлекетте үнемі тарихынан тазартып, шын мәнінде қарап отырсаңыз, тарихының басын алып отыратын бір әдіс бар. Сол әдісті жүргізіп жатқан бір топ адамдар бар. Солардың ең бастапқы мақсаты кез келген халықты тарихынан айыру. Енді қарап тұрсаңыз, тарихтың соншама не қасиеті бар деп сұрауыңыз мүмкін. Неліктен оның сонша керемет дәрежеге қоясыздар? Себебі қараңыздар, қарудың 6 түрі бар. Ең мықты қару ол дүние танымдық қару. Ол туралы алдағы күндері айтамыз. Екінші орында міне осы хронологиялық қару тұр. Сонда ол қалған 4 қаруынан да мықты болып тұр. Қалған 4-еуінің айта кетсек, үшіншісі идеологиялық қару, 4-ші экономикалық қару, 5-ші геноцид қару, және 6-шы ол от қару. Сонда хронология дегеніміз қарап тұрсаңыз, 2-ші орында тұр. Неліктен? Өйткені хронология деген, жалпы оның ішінде тарих деген, ол жаппай халыққа әсер береді. Жаппай бүкіл халыққа әсер береді. Егер біз халық боламыз десек, біз тарихымыз бар, дініміз, тіліміз бар, мемлекетіміз бар, мәңгілік болашағымыз бар, шаңырағымыз биік тұрған, туымыз тік тұрған халықпыз деп есептесек, онда біздің тарихымыз бар деген сөз. Ал егер сол тарихымыз біздің негізіміз қарап тұрсаңыз, ал егер сол тарихымызды біреу алып алса, бұрмалап, басқа жерге, басқа фактілермен көгертіп, алдап бізге берсе, онда біз тарихымыздан білмегеніміз. Сонда біз тарихтан не білмеуіміз мүмкін? Егер қарасаңыз, тарих деген халыққа берген сол өткен күндерден қалған сабағы. Әр халықтың өзінің жеке дара жолы бар. Сол жолында қаншама қателік істелінген, немесе қаншама жақсы зат істелінген. Соның бәрінен тәлім алып, соның бәрінен сабақ алып, ертеңгі күні сондай қателіктерді қайталамай, керісінше жақсы заттарымызды қайталауға тырысқан халық, ол біріншіден өзінің болашағын қалыптастырады. Екіншіден сол тарихы осы халықты біріктіреді. Біріктіретін жолдарының бірі. Ал егер сіз кез келген халықтың тарихын алып тастасаңыз, онда сіз ол халықтан сабақ алу мүмкіндігін де аласыз. Сонда бұл халық істеген қателіктерін тағы да қайталайды, одан кейін тағы да қайталайды. А бұл сабақ кімнің алдында сабақ деп сұрауыңыз мүмкін? Ал міне қараңыздар, бұл дүние танымдық қарудың бір бөлшегі. Біз халық болып, егер сабақ алмасамыз, онда жауапкершілікті Құдайдың алдында, мына жер әлемнің алдында көтеретін боламыз. Сонда егер біз ақмақтық танытып, өзіміздің тарихымызды білмей өссек, онда біз Құдайдың алдында, әлем алдында, жұлдыздардың алдында біз ақмақ болып есептелеміз. Ал сол ақмақтарды Құдайдың өзі өте керемет, жаман жазалаған. Сонда қарап тұрсаңыз, егер сіз басқа бір кез келген мемлекетті, халықты түбегейлі құртқыңыз келсе, сіздің онда бірден бір амалыңыз сол халықты Құдайға қарсы қойып қою. Оны қалай қоюға болады? Оны екі-ақ қарумен қоюға болады.
Біреу дүние танымдық қару, ол туралы әлі айта жатармыз. Ал екіншісі оның тарихын түбегейлі өзгертіп жіберу. Енді бүгінгі күндің біздің жағдайымызды қараңыздар. Тарихымызды түбегейлі зерттеген адам бар ма? Кім? Қалай болды біздің тарихымыз? Біздің тарихымызды үнемі өзгертумен келе жатырмыз. Үнемі. Бірінші орыс патшасы жаман деді, кеңес өкіметі жақсы деді, одан кейін кеңес өкіметі жаман деді, енді демократия жақсы дейді, ертең демократия жаман дейді, тағы бірдеңе жақсы дейді. Сөйтіп бізді оңға бір айдайды, солға бір айдайды, бірақ түзу жолдан әйтеуір тайдырудың амалын жүргізеді. Ал біз тарихымызды білмегендіктен қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екенінде талдап, біліп, таба алмай жатырмыз. Сонда қарап тұрсаңыз, халық ретінде бізді адастыратындардың өздерінің мақсатына жетуі әбден мүмкін. Енді қараңыздар, тарихта болған бірнеше мысалдарды келтірейін. Ежелде ұйғыр империясы болған. Ұлан-ғайыр жерді жаулаған. Қайда сол ұйғырлар қалды? Бүгінгі күні жерсіз қалды. Неліктен? Өйткені тарихынан айырылып, сол тарихта болған сабақтарынан бірде-бір тәлім алмады. Келесі мемлекет өзіміздің түркі тектес халықтарының тарихынан алынып отыр бұл мысалдар. Келесі мемлекет қырғыз мемлекеті. Қаншама керемет жерді алған қырғыздар. Бүкіл әлемге өзінің жарлығын, билігін жүргізген. Қайда қалды бүгінгі қырғыздар? Таудың арасынан кішігірім жерге ғана ие болып қалды. Неліктен? Өйткені қайтадан сабағын алмады. Одан кейін түркі мемлекеті болды. Ол қайда қалды? Одан кейін Шыңғысханның мемлекеті, Алтын Орда, Әмір Темірдің мемлекеті, Осман империясы. Тіпті мына Кеңес империясы. Бәрі ыдырап кетті. Бәрі тарихтан сабағын дұрыс ала алмады. Неліктен? Өйткені арнайы бір сала бар, тарих деген. Сол салада кез келген оқиғаға, кез келген фактілерге қисық және жалған түсініктеме беріледі. Үнемі. Өкінішке орай біздің тарихты зерттейтін ғалымдардың білімін шатастырып жіберген. Сондықтан олар кез келген оқиғаға қиқас, жалған түсініктеме береді. Содан сол жалған түсініктеме кітапқа енеді. Ол кітапқа енгеннен кейін оны жалған деп басқалар айтады. Сөйтіп кәдімгі болған затты біресе оңнан аударады, біресе солынан аударады. Ал сол кез келген оқиғаны дұрыс түсіну үшін оған әр адамның өзінің дүние танымының әдістемелерін, методологиясын түзету керек, дұрыс беру керек. Ол деген келесі қарудың әңгімесі. Міне осындай тарихта айта берсең әңгімесі өте көп. Алдағы күнде оларға тағы да үңілеміз, тағы да біраз мысалдар келтіреміз. Бірақ менің айтайын дегенім, жазылып жатқан тарихтардың бәрін түбегейлі, жүйелі түрде өзгертіп, бізге қисық түрінде беріп жатыр. Әрбір салада. Сондықтан біз осы күні тарихқа өте керемет, мұқият, критикалық сынмен қарауымыз керек. Айтылған сөзін емес, сөздің қисынына ғана деген сөз қалған атамыздан. Сол сияқты сөздің, айтылған сөздің қисынына қарап тарихты зерттеу керек. Оған методологиясы керек. Ол туралы алдағы күнде тағы да айтармыз. Сонымен бүгінше тамам. Қош сау болыңыздар, ағайын.